Құрметті оқырмандар, Ливановка селолық кітапханасы бейне оқылым ұсынады. Ахмет Байтұрсынов, Қыпшақ Сейітқұл. Қыпшақ Сейітқұл жанындағы 30 үйлі тобырын қалай етсем жұрт қатарына қосармын деп ойға қалды. Ол уақыт аттаныс, барымта туын тіккен, есалаңдар еңбексіз елдің малымен күн көреміз дейтін заман. Барымта мен мал бағудан басқа қазақта бөтен кәсіп жоқ уақыты. Сейітқұл мен 30 үй тобырында мал жоқ болған. Барымтамен мал табу Сейітқұл сияқты есті адам істейтін орынды кәсіп емес. Жортуыл басы жолда қалар деп бабаларымыз айтқан екен ғой деп барымтаға көңілі шаппай, егін кәсібін істеуге қолайлы жер іздейді. Көп жерлерді аралап кезіп келіп, Торғай жанамасындағы қабырға судың бойына тоқтайды. Мына жақта үргеніш Қоқаннан, мына жақта есте қалмақтан шетірек екен және жаманшылық болса, қалың ел Қыпшақ руына жақын екен дейді. Түркістанда қалсам, Қоқаны қоқаңдап, өзбегі көкіреңдеп, тыныштықпен кәсіп істетпес деп, қабырғаны ұнатып қайтқан соң, қысты өткізіп, жазына күннің жылы кезінде жалаңаш жайдақ кедейлерін көшіріп, қабырғаға алып келеді. Ұрлықпен барымта қызығына түскен бір ағасы бар екен. Сейітқұлдың айтқан ақылын алмай, қасындағы 3-4 үйімен Түркістанда қалады. Қабырғаның бойына келген соң, қалай егін егуді Түркістанда көргені бар. Сейітқұл кедейлермен бірге кетпенді қолға алады. Жерді шабады, арық қазады, атыз тұрғызады. Тұқым шашып, су жібереді. Егін піскен соң орып, өздерінен артылғанын маңайдағы көшпелі елге сатып, мал қылады. Жаңа мекен еткен жеріне орныққан сайын, егінді жылдан жылға күшейтіп, арық басына шығыр орнатып, егінді шығырмен суаратын етеді. Егін күшейген сайын, маңайындағы елдің малына айырбастап, қара-құра мал жиюы да күшейіп, ақырында бәрі ауқаттанып баюға айналды. Мұны көріп, көшпелі елдерден де қызығушылар болып, Сейітқұлға қосып, 5-6 жылдың ішінде Сейітқұл елі деген 400 шамалы үй болады.